Күлкімізді жинап алайық. Бұл Кәусардың семіз бетін аздырады өзі. Қатты жұмбасай. Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгінгі көңкелеріңіз жас кетіңіздер достар. Бүгін менде қонақта Банапше бүгін мені бояндыратын болады. Я достар, бүгін мен Кәусарды бояндыратын боламын. Көзімді жұмбаймын, кәдімгідей дәл осылай қарап боянамыз. Бізде ең бірінші осындай база. Бұл база мен бетті ылғалдандырып аламыз. Маған қарап кішкене жағаламыз. Мен негізі вообще адамдарды бояндырмам. Бірінші Кәусар эксперимент бізде. Бізде бүгін дебют бізде, я. Сіздер пока Кәусарды қарамаңыздар, онда қуанғанымды қоймайды. Кейін соңында қандай болып шыққанын көресіздер. Мен сіздерге не жаққанымды, не қолданғанымды айтып отыратын боламын. базаны бірінші жағып алдық. Одан кейін бізде тональный крем, тональный емес, BB крем. Біздің бетіміз қатты ондай ештеңе керек емес, бетімізде дағы жоқ. Сондықтан BB крем қолданамыз. Осындай көлемде, Кәусар қараңыз десең камераға. Спонжикті алып жағамыз. Тональный крем жағып алдық. Біздің Кәусарға пудра керек емес екен, потому что Кәусардың кожасы құрғақ екен. Қазір астына осындай консилер жағамыз. BB кремнен соң бұл көздің астына қара дақтарды келтіреді. Бірақ Кәусарға ондай керек емес, сонда да жағып жатырмын. Біздің Кәусардың көзі де жоқ қой. Күлме. Одан кейін контуринг жасаймыз. Бұл Кәусардың семіз бетін аздырады өзі. Мен айтамыздар. Жалпы бұл я бетті кішірейтеді, контуринг деген. Банапшенің приколдарын сосын екі бетінің жеріне кейін де асты жақтығындағы еліктерге жағамыз. Осы кисточкада қалған жағын қымыздан алып, кекесіне жақсылық болады, ұшқындай. Сосын тең қылып екі бетіне жағамыз. Енді бізде тең. Бізде теңге арналған менде бірақ кисточка бар, оның өзі сынып қалған. Оның күрісін бірақ деп ойлайсыздар. Кәусар және оның достары. Енді кезекте бізде тең. Теңнен қызыл және қоңыр түстерді араластырып алатын сияқтымын. Көзім жом. Негізі визажистер бірінші теңнен бастайды ғой. Бірақ бізде қазақта іске бояну. Келесі кезекте хайлайтер. Бұл көзді үлкейтуге көзімізде. Кәусардың көзін барынша үлкейтіп жатырмыз. Келесі кезекте подводка жағайық, подводка. Бетінің бәрін вообще жаман қысталсын. Кәусар, саған жүн деген жоқпын ғой? Аш дедім ғой. Сол кетті анасына. Бізге бұндай кезде көмекке вазная вискимен мицеллярная вода көмекке келеді. Қас бояймыз. Мен вообще қас бояп көрмегенмін. Ал бісміллә деп қас бояп көрейік. Одан ақып шығады. Бұл бізде әпшені қас бояйды. Мен қас бояй алмайды екенмін. Қолданатында білмеймін. Енді осы қастың үстінен мынандай кабринелдің гелін жағамыз, қас бояйды. Боямайды бұл, просто қасты көтеріп тұрады, күшті қылып. Келесі кезекте бізде туш. Последний штрих. Бірі бізде телескопик. Қатты жұмбасай. Қатты жұмба. Туш жағу деген проблема екен бұл кішкентай қызда құрсын. Келесі кезекте осындай карандаш, помада. Я, енді бұның сыртынан мынандай бесцветный жағамыз. Болды достар, біздің макияжымыз дайын. Көрге дайынсыздар ма? Бір, екі, үш. Біздің Кәусардың макияжы дайын. Сіздерге қалай ұнады ма? Егер де ұнаса, комментарийге жазып кетіңіздер. Онан еш балл беретіндеріңізді. Кәусардың реакциясын көрейік. Ұнады ма? Ұнамады ма? Ұнады. Әдемі ба? Достар, осылай біздің видеомыз аяқталды. Енді макияжым күшті болды. Осы видеоға лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Алдағы уақытта тағы да видеолар шығады. Сосын достар, комментарий жазып кетіңіздер, қандай тағы да Видео көргілеріңіз келеді біздің аккаунтымыздан. Өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып кетсеңіздер болады. Біз міндетті түрде оқимыз. сөйтіп түсеміз. Иә. Қош, аман сау